Жаңғақ адам ағзасына ең пайдалы және ең маңызды тағамдардың бірі. Өздеріңіз білетіндей біздің ағзамызға май қажет, ал миымыздың 70% майдан тұратынын ескеретін болсақ, құрамында майы бар тағамдарды үзбей тұтынуға тиіспіз. Әрине, май көптеген тағамдарда кездеседі, десе де ең жақсысы балықта, табиғи өсімдік майларында, тұқымдарда және жаңғақтарда болады екен. Ендеше жаңғақтың түрлері мен емдік қасиетімен танысайық. Біріншісі, жаңғақтың негізгі пайдасы. Жаңғақ миымызды керемет нәрлендіреді, жұмыс істеу қабілетімізді жақсартады және жүрегімізді нығайтады. Оның құрамында май өте көп. Соған қарамастан ағзадан зиянды холестеринді тамаша жояды. Нәтижесінде ағза тазарып, қажетті дәрумендерді, минералдар мен микроэлементтерді сіңіре бастайды. Жаңғақ аштықтан құтқарады. Егер сізде тамақтануға уақыт тапшы болса, 5-6 дана жаңғақ жеуге тырысыңыз. Оның жағымды дәмі мен құнары асқазаныңызды толықтыра бастайды. Жаңғақ ақуыздың қайнар көзі. Бұл пайдалы тамақты үнемі тұтыну жүрек-қан тамырлары ауруларының алдын алады. Сонымен қандай жаңғақ қандай дертті емдейтінін бірге білейік. Біріншісі орман жаңғағы. Көпшілігіміздің сүйіп жейтін орман жаңғағымыз, яғни фундук, бұл ағзамызды қуаттандырып, қажетті микроэлементтермен байытады. Оған қоса жүрек тамыр жүйесі ауруларының алдын алуға көмектеседі. Атеросклероздан қорғайды, қан қысымын қалыпқа келтіреді, ағзаны шлактан және улы заттан тамаша тазартады. Тұрақты тұтыну бүйрек тастарынан құтылуға, арылуға көмектеседі. Орман жаңғағын етпен, балықпен салыстыратын болсаңыз, құрамындағы пайдалы заттар еселене бастайды. Және де кедір жаңғағы. Адам ағзасына пайдалы қасиеттермен жоғары бағаланған кедір жаңғағы көмірсулар мен майлардың қайнар көзі болып табылады. Қанның сапасын жақсартқыңыз келсе, күніне белгілі бір мөлшерде тап осы жаңғақты жеп жүріңіз. Ол токсиндерді тазартады, қан қысымын қалыпқа келтіреді, қан түзіліміне оң әсер етеді. Кедір жаңғағында кальций элементі өте көп. Соның арқасында қанның июін болдырмайды, әрі гемоглобин деңгейі де реттеледі. Артық салмақтан арылғысы келетіндер үшін тамаша өнім. Ас қорыту процесін қалыпқа келтіреді де, нәтижесінде аз калорияларды тұтынып, қажетсіз салмақты жоғалтамыз. Ойық, жара, гастрит және панкреатитмен ауыратын адамдар үшін де өте пайдалы. Сонымен қатар жаңғақтың құрамындағы марганец глюкозаның сіңіруіне жақсы әсер етеді. Нәтижесінде ұйқы безінің жұмысы жақсарады, майлар энергияға айналады, ал құрамындағы Б тобындағы дәрумендер депрессиядан арылуға көмектеседі. Және де жер жаңғақ. Жер жаңғақтың ішіндегі бағасы жағынан қолжетімдісі әрі құнары жағынан бағалысы болып табылатын жер жаңғақ ақуыздың, май мен дәрумендердің қайнар көзі. Егер күніне 100 грамм жейтін болсаңыз, ағзаңызға түскен кез келген пайдалы микроэлементтерді жақсы сіңіреді және фосфор мен калийдің және де магнийдің күнделікті нормасын толықтырады. Егер сіз құрсақ көтеріп сәби сүйгіңіз келсе, жиі жер жаңғақ жеңіз. Ол безеуліктің алдын алады, қандағы холестеринді төмендетеді, керемет антиоксидант болып табылады. Оған қоса ағзаның қартаюының алдын алады. Салмақ жоғалтқысы келетіндер мен бұлшық массасын жинағысы келетіндер үшін де пайдалы болып табылады. Белгілі бір мөлшермен жейтін болсаңыз, ағзаны пайдалы ақуызбен тамаша қанықтырады және энергияны майға айналдырмайды. Келесісі бадам. Әлем елдерінің ұлттық тағамдарын дайындау үшін қолданылатын бадам жаңғағы жүйке жүйесін тыныштандыратын қасиетке ие. Депрессияға, жүйке бұзылыстарына, ұйқысыздыққа, стресске және неврозға таптырмайтын дәрі болып табылады. Дәл осы антидепрессант қазіргі заманғы адамдарға өте қажет. Олар үнемі күйзеліске ұшырайды. Жұмыстан келген соң 10 шақты данасын жеп алсаңыз, күні бойы жатып тыныққандай әсер аласыз. Бадам есте сақтауды жақсартады және зейінді шоғырландыруға көмектеседі. Кез келген жастағы адамдарға пайдалы болатын тамаша табиғи антиоксидант болып табылады. Рак жасушаларының дамуын болдырмайды, бос радикалдармен күресуге көмектеседі. Және де кешью жаңғағы. Денсаулықты жақсартуға және көптеген аурулардан арылуға көмектесетін керемет дәмді жаңғақ болып табылады. Одан бөлек құрсақ көтеруге септігін тигізеді. Егер сізде тері аурулары болатын болса, ешқандай ойланбай кешьюді
кешью жаңғағын жеуді әдетке айналдырыңыз. Көбінесе экземадан, псориаздан және эпидермистің аллергиялық зақымдануынан зардап шегетіндерге ұсынылады. Нәтижесін аз күннен кейін ақ байқайсыз. Иммундық жүйені нығайтады, қабыну процестерін алдын алады және вирусты жояды. Грек жаңғағы. Бұл жүрек пен қан тамырларының проблемаларын шешуге тамаша көмектеседі. Қан тамырларының қабырғасындағы түйіншіктерді кетіреді әрі қанды тазартады. Грек жаңғағы ерлердің еркектік қуатын керемет көтереді. Қандағы қант диабетін қалыпқа келтіріп жүйкеңізді тыныштандырады, зат алмасу жұмысын жылдамдатады. Грек жаңғағында Е дәрумені өте көп. Аталған дәрумен ағзаны тез қартаюдан, теріні жұмсартып, жасарта бастайды. Сондай-ақ емізулі анаға да жас нәрестеге де өте пайдалы. Өйткені қоректі заттарының арқасында энергия қорын толтырады және дене жасушаларын нәрлендіреді. Жаңғақтың зияны бар ма? Жаңғақ аллергиялық өнімге жатады, сондықтан көп мөлшерде тұтынуға болмайды. Артық салмақтан зардап шегушілер де өте сақтықпен жегені дұрыс. Өйткені мұндағы калория сіздің салмағыңызды еселеуі ықтимал. Бүгінге айтарым осы. Сіздермен бірге болған Гаухар. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.